Келген ғой сіздің бір телефоннан кіре берейік онда дейді да, соны мен телефоннан кіретін болып. Құрметті бизнес әріптестер, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін күн керемет, командам мықты, менің де мақтап қояйыншы. Осы Қазақстан бойынша мен командамнан 5 адам не алды, премия алды. $1200 бар, ішінде $5000 бар, естіватсыздар, өте қуаныштымын. Енді әрине оның бәрі еңбекпен келеді. Мотивационный программа деген бұл бірден келе салатын дүние емес. Команда жұмыстың арқасында командалық дух дейді ғой, бірігіп ауызбіршілікпен жасаған кезде бұның бәрі болатын нәрсе. Сондықтан мотивациялық программамен премия иегерлерін құттықтаймын, шын жүректен құттықтаймын. Одан да жоғары биік шыңдарға шыға беріңіздер. Алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Ең аз дегендегі сіздің жаңағы табатын табысыңыз $5000 болсын да. Кішкене жаңағы адамдар қосылсын деп отырғанмыз, 8 адам болды ма енді. Енді мен осы бизнеста кішкене по психология кішкене айтып жіберейін. Негізі жаңағы таңғы ритуалдар бар ғой, сіздерге өздеріңіз жасайсыздар, айтып жүрсіздер, мысалға сабақтарда айтылып жатыр, психологтардың бәрі айтып жатыр, коучтар айтып жатыр. Сол таңғы ритуал деген негізі 100% жұмыс істейді. Мен уже 4-ші ай болды, күнде таңертең жүгіремін, сағат 5-тен тұрамыз, 7-ге дейін 2 сағат уақытты өзіме бөлемін. Енді былайынша айтқанда бұл мотивациялық программа, бірінші сіздің ойыңызға кіргізсеңіз, ойды тазалағаннан кейін ары қарай сіздің айтады ғой, если сіз жаңағы не нәрсені шын қаласаң, бүкіл вселенная, бүкіл періштелер сізді әумендеп жаңағы жетістігіңізге жеткізеді деп. Тура сондай болды. Аяқ астынан жаңағындай қылып болмай қалама деп тұрған нәрсенің бәрі болып кететіндей болады. Сондықтан сіздерге де таңертеңгі ритуалды жібермеңіздер, өте керемет. Онан ешкім сізден ақша сұрамайды, сіз өзіңіз жаттықтырасыз. Сондықтан сол таңғы ритуалдарды жібермей күнделікті жасаймыз. Ол біздің табысқа жетуімізге, біздің күнделікті миымыздың, ойымыздың, фокустың дұрыс болуына, ол бір жаңағы не дейді ғой, бір жолда жүріп, жолдан тайып кетпей, жетістікке жетуімізге бірден-бір көмектесетін нәрсе. Енді мен осы бизнеста мен 2 нәрсені жақсы ұстанамын. Бірінші, бұл мақсат қоясың, одан кейін жоспарлайсың, сосын бізде обучение бар, білім керек. Бұл бизнесқа табысқа жету үшін білім керек. Үшінші, сізді сол бизнесқа жетелейтін наставник. Яғни бәрінің тәлімгерлері бар. Мысалға қарасаңыз, спортсмендердің, чемпиондардың бәрінде кім бар? Мастер, өзінің дайындайтын наставниктері бар, тренерлер бар, яғни тренер. Ол сол тренер күні түні дайындап, сол жарыстан жеңіп шығып, жеңімпаз болғанша ол ұйықтамайды. То же самое мен де бизнеста осы жол көрсеткен, жаңағы мен университетте жүрген кезде, болашағым қалай болады деп ойлап жүрген кезде, менің тәлімгерім, мені осы бизнесқа үйреткен кісі, мыңда бір қазір рахметімді айтамын. Егер де сол кісі Джим Ронның кітабын беріп, витамин для ума деп, оқы деп бермеген кезде, мен может ойым өзгермес пе де, мыңда бір алғысымды айтамын, командаға алғысымды айтамын. Сондықтан қазір менің тәлімгерім Бектібаев Серік мырза, ол кісі компаниядан 2 рет автобонустың иегері, $25000, яхтаның, самолеттің чегін алған, $40000, $50000 чегін алған, және де компаниядан бірнеше рет тегін саяхаттаудың путевкаларын алған, мыңдаған адамның өмірін өзгерткен, Қызылорда облысы, Арал, Қазалы, Ақтөбе, Ақтау деген сияқты көптеген региондарда өзінің үлкен командасы бар. Үлкен көшбасшымыз Бектібаев Серік мырзаға қазір сөз беріледі. Енді сондай наставник болған кезде сіздер жете аласыздар. Яғни былай ғой, мысалға наставник деген сіздің әке-шешеңіз. Сіз ол наставникті қалай сыйлайсыз, қалай құрметтейсіз, қалай тыңдайсыз, қалай соның айтқанын орындап, жаңағыдай қорытынды шығарып, нәтижеге жеткен кезде, ол сенің әке-шешең, мысалға сізден грамота аласың, жеңіске жеткен кезде қатты қуанады ғой. Вот то же самое наставник деген, ол дистрибьюторларын алып атса, сен 100 есе қуанасың.
Сондықтан кеше мен мотивационный программа алған кезде өзімде сезіндім. Каждый клетка мен каждый дистрибьютордың қалай алғанын, қалай жасағанын, қалай көшеге шығып листовка таратып адам кіргізгенін, в общем, оның бәрін сезіп біліп отырасың. Сондықтан жаңағы мақал бар ғой, баласы бәйгеге шапса, анасы тақымын қысады деп, то же самое сіздің жаныңыз ашып қасыңызда жүретін, үнемі поддержка беретін бұл біздің тәлімгеріміз. Сондықтан бұл бизнес, ол дубликация, бұл бизнес, бұл өмір, бұл бумеранг. Сіз өзіңізге, командаңызға, наставнигіңізге, айналаңыз адамдарға қандай отношение жасайсыз, ол өзіңізге қайтып келеді. Егер сіз тәлімгеріңізді тыңдамайтын, өз бетіңізше бір әйтеуір жүре беретін жаңағыдай сондай адам болсаңыз, сізге сондай адамдар кездеседі. Сосын өзіңізге ренжисіз, командам неге құрылмай жатыр деп. Сондықтан қазір сіздердің алдарыңызға менің тәлімгерім, менің ең мықты тәлімгерім, алтын арыстан 2 жұлдызды, айтып өттім, премияларын бәрін өте мықты кісі, көшбасшымыз Бектібаев Серік мырзаны қазір экранға шақырамын деп қояйын. Ал экранды бұрайын. Енді көріп отқан шығарсыңдар, жақынырақ қояйын. Біраз болды, шашымды да биттеп қояйын, кіші. Жадыра күшті қылып қойдым дейді ғой. Қалайсыздар, саламатсыздар ма? Қанымдар, мырзалар. Енді мен бір рет шығып едім, мынау екінші рет, осы коронавирустың басында ма бір рет шығып, одан кейін міне Жадыра бүгін шақырып, екеуміз сөйлесейік деп. Енді адам болғаннан кейін любой адам жақсы өмір сүргісі келеді ғой енді. Ондай бір жаман өмір сүрем, ақшаман қажет жоқ дейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Ақшаның қажет жоқ, нашар өмір сүргім келеді дейтін. Мен бір сіздерге жаңалықпен бөлісейін. Түнде сол сағат где-то 11-дің кезінде мен немерелі болдым, жиен. Қызым, былтыр менің қызым, ұлымды үйлендірдім ғой, былтыр 2 той жасағанмын. Енді соның жаңағы несі дейді ғой, жемісі. Қызым босанып, түнде 4 килограмм дүниеге ұл әкелді, және немеремізді. Сонымен қуанып, түнімен ұйықтамай, құдалармен жуып, осы енді оның да несі, мынау тәншидің өнімі ғой. Тәншидің кальцийін ішеді, виканын ішеді, балдарды ішеді, немере шөбере, туған туысқан бәрін осыны ішеді. Енді мен қысқаша осы бизнес туралы бөлісейін, қысқаша айтайын, көп мылжыңдамай қояйын. Енді осы бизнесқа менің келу себебім бірінші очерк дейді ғой, бірінші очерк бұл өзімнің мынау күнкөрісімді дұрыстайын дедім. Күнкөріс. Енді мен қысқаша айтайын, әскери адам болдым, мен күнкөріске өмір сүрдім. Аз ақшаға өмір сүрдім. Бірде жетеді, бірде жетпейді. Үкіметтің үйінде тұрдым. 15 жылдай қызмет жасадым, ол мен мамандығымды жақсы көрдім. Ол жерде мен бір, қалай десем, әйтеуір семьямды асырадым, оны мен жамандап отқан жоқпын. Семьямды асырадым, бала шағамды бақтым. Бірақ енді адам болғаннан кейін әр уақытта мен ойлаймын, жақсы өмір сүргісі келеді барлық адам. Сөйтіп жүргенімде менің қазір мыңда бір рахмет айтам, менің тәлімгерім Көптілеу Талғат. Сол кісі келіп осыны айтқан кезде, әрине бәріміз сенбейміз, ол мүмкін емес. Өйткені біздің әкеміз сондай жұмыс жасады, шешеміз сондай жұмыс жасады үкіметте. Мен де сенген жоқпын. Бірақ менде сонда бір нервный жұмыста дейді, хронический ауру болды. Черевное давление дейді, сосын асқазанда жара, черевное давление, сосын ақша жоқтық, мынау самый главный бостандық менде болмады. Үкіметте военный болған білесің, таңертең 6-та кетесің, кешкісін келесің. Суббота, воскресенье деген жоқ, по приказном порядке сіз жаңа жұмысқа барасыз. Сөйтіп маған спонсорым келген кезде мен бір жағынан сенбедім, бір жағынан тибетский медицина дегеннен кейін жаңағыдай денсаулығымды емдейін деп өнімдерін алдым, іштім. Жақсы болғаннан кейін мен ойладым, неге осы туралы, өйткені маған сол кезде айтты, бұл ақшаттым, рапорт жаздым, мен үйімді алып алды. Вот мен үйімді алып алды. Шықты. Шықты ма? Еміне шықты ғой. Шықты ғой. Болды.
Енді Арманға айта берейін, сөйтіп мен бірінші денсаулыққа келдім. Мозговой кальций анаусыны іштім, сөйтіп жақсы болғаннан кейін мен Армияға рапорт жазып шығып, 3 бөлмелі үйімді алып алып, мен Ұзынағашта біреудің квартирасында тұрдым. Енді квартирада тұрған кезде түсінікті ғой, енді ол бәрі керек, кредит те болды, не болды, қиыншылықтар да болды, жұрттар сенбейді. Сөйтіп мен осы кеншіға кірістім. Өйткені мен жаңа маркетингтің жақсылығы, оқыту жүйесі, команданың көрдім, адамдардың ақша тауып жатқанын көрдім, денсаулыққа не қылып жатқанын көрдім. Бәрі шындық нәрсе, дұрыс қой. Шындық нәрсені тек қана адамдарға айту, бұл ақпаратты бизнес. Ну, басында, конечно, жаңағыдай біреу отказ жасаса, жаңағыдай жүрегің ауырып, бүйтіп жүреді. Вот сол мен жаңа келген адамдарға айтар едім. Басында жаңағыдай біреуді тыңдамаңыздар. Бірінші секрет, басқа адамдарды тыңдамаңыздар. Сосын біреу жаңағыдай авторитетті сізге адамдар болады, жақсы ақша табатын, соларға барып ақыл сұрамаңыздар. Фактически осы кеншида, осы компанияда жақсы ақша тауып жатқан адамдарды тыңдау керек. Фактически, түсініңіз ғой, өскен адамдарды. Менің қасымдағы адамдар сол кезде мысалға военный адамдар, көршілерім бар, әке-шешем, туған туысқандар ондай табысқа жетпеген. Бірақ мен олардың жаңа айтқан, сен жаңа военныйды бекар тастадың, сен жаңағыда үлкен оқу бітіріп осындай жұмысты тастадың, жұрт жұмыс таба алмайды деген мен тыңдай берген кезде, мен қазір осындай результатқа жетпес едім. Сондықтан көп бірінші нәрсе жұртты тыңдамау керек. Екінші нәрсе, мен айтар едім, спонсормен, начинающий дистрибьюторға спонсормен жақсы жұмыс істеу керек. Өйткені бұл басқа профессия ғой. Басқа профессия болғаннан кейін қасында жүріп, мысалға бір адамдармен сөйлесіп, шақырып, түсіндіріп, маркетинг туралы, өнім туралы практически соны біліп алсаңыз, спонсорды пайдаланып та сіз тез өсесіз. Мысалға ақшаны қалай алады, бір қиын жұмыс емес қой, былай мелочь. Соның сол кезде де мелочь болса да, бірақ жаңа психологически басында қиын болады. Психологически начинающий адамдарға қиын болады. Даже начинающий емес кейбір адамдар болады, мысалға кеншеде кетіп қалған қазір адамдар бар, мысалға жақсы статусқа келіп, бірақ команданы дұрыс құрмай кетіп қалған адамдар бар. Моральный, психологически дайын емес. Қазір мен оғанда не қыламын? Вот міне сондай нәрсе болады. Содан кейін мен жұмысымды бастадым, бір жаман сарайда тұрдым. Бір жылда где-то бір 9 айда $1000 айлыққа шықтым. Бір жылда 1,5-2 жылда 3000 айлыққа шықтым. Одан кейін где-то 4 жылда $12-13 мың айлық ала бастадым кеншидан. Ол енді қалай? Мен де сіздер сияқты күнде, бірақ мен 10 адамға ақпарат беретін едім. Бұл ақпаратты бизнес қой. Таңертең кешкеден кейін ақпарат айта бер, кезде шақыр, айта бер, команда жиналады, біреу келмей қалады, біреу оған жаңа мән бермеңіздер. Енді көп адамдар сол кезде тоқтап қалады. Түсініңіздер ғой, мән бермеңіздер. Өйткені өнімі жақсы, маркетинг жақсы, ақшасы жақсы. Сосын самый главный маған ұнайтыны, бұл жерде сіз бостандыққа келесіз да, свобода дейді ғой, соған келесіз. Сөйтіп, әрмен қарай көтеріліп, компания маған 2 рет машина берді, одан кейін яхты берді, одан кейін самолет дейді, жаңағы ақшалай береді ғой. Самый главный мен дүниежүзін араладым, талай жерде, мысалы, мына жақта Лондонда, мына жақта Франция, Италия, Индонезия, Малайзия, бәрі көп жерді араладым. Осы компанияның арқасында, сосын мен өзімнің тәлімгерлерімнің арқасында, сосын мына оқыту жүйесінің арқасында, сосын мен айтар едім, мына арманымның арқасында. Енді бұл бизнесқа келгенде мен сіздерге айтар едім, қазіргі заманда осы сетевой бизнестің заманы. Өйткені қазір көріңіздер, пандемия неге қарай байланысты, жұрттың бәрі үйінде отыр. Онлайн бизнес жасап отыр, дұрыс қой? Онлайн жасап отыр, бір жерге барып, қалай десем, ақылмен, оймен жұмыс жасайды, үйде отыр. Сосын ақпараттың заманы деген осы ғой, міне 21-ші ғасыр ақпараттың заманы болса, міне осы заман ақпарат. Телефонмен, басқамен, самый главный адамдарға жаңа не надо зацикливаться дейді ғой, мысалға бір адаммен жүріп қалмау керек. Ол мені тыңдамадау, мені бүйтпедау, келмей қалмадау деп. Өйткені мен мысалға Лондонда Энтони Робинстің сабағында болдым да. Энтони Робинс деген үлкен мықты кітаптар да бар. Сонда сол кісі айтады, көп адамдар дейді, мысалға өзіне не керек, мысалға не
что они хотят дейді да, мысалға көп адамдар что они хотят, мысалға өзіне не керек, соны бірінші білу керек. Мысалға маған не керек болды? Маған бірінші денсаулық керек болды, сосын бостандық, свобода керек болды да. Мысалға көп адамдар ақшаға жұмыс жасайды. Ақшаға жұмыс жасамау керек. Ақшаға жұмыс жасаңыз, бір жерге барып біреудің сатушысы болыңыз, мұғалім болыңыз, инженер болыңыз, мен сияқты военный болыңыз. А мен бірінші келген кезде мен түсіндім, көп кітапты көп оқыдым. Сонда айтады, адамдар бостандыққа жұмыс жасау керек, свободаға дейді. Ақшаға жұмыс жасасаңыз, сізге нормированный уақыт, ақша, таңертеңнен кешке шейін істейсіз. Ақшаға жұмыс жасап бересіз. Ал мен свободаға жұмыс жасадым. Свобода деген не? Сіз ақша туралы ойламайсыз, жұмыстан қалып қоямын деп ойламайсыз. Тағы қандай, мысалға, продукты алу керек, сату керек деп ойламайсыз да, мысалға да. Свободно жүріп, не істеймін, қайда барам деп, енді оның бәріне көтерілу керек, конечно. Самый главный свободаға. Сосын адам өзіне не керек екенін білу керек. Бірінші мен мысалы сіздерге айтар едім, бір қағазды алыңыздар да, что вы хотите? Сізге не керек? Өмірден, өзіңізден не күтесіз? Өзіңіздің қалай өмір сүргеніңізді, қандай киім, қандай жерге қыдыру, соның бәрін жазу керек тізіп. Енді екінші жағына жазу керек. Маған что мешает? Мен енді осы табысқа жету үшін маған не мешает етеді? Соны сіз точно білсеңіз, мысалға мен бірінші кезде, мен Чиншиға келген кезде маған бірінші мешает еткен, мен мысалға, что я хочу жаздым да, ақша керек, үй керек, машина керек, яхта керек, самолет керек, анау керек, мынау керек, бәрін жаздым. Но мынағына жаздым, маған не мешает ететінді жаздым. Не мешает етеді? Қарап отырсам, маған бірінші білім. Мен мысалға, бұл компанияда сетевой маркетинг деген білім білмейді екенмін. Адаммен сөйлесуді білмейді екен. Даже адаммен сөйлесу қарапайым, офицер, мен тек жекіп сөйлейді екенмін, айқайлап сөйлейді екенмін, боқтап сөйлейді екенмін, приказым тоне, понимаете? Сосын адамды аша алмайды екенмін. Бұлай, оған не керек, анау жақсы, бұлай отношение ұсталмайды екенмін. Бірінші маған сонда не керек болды? Сетевой именно осы компанияда маған білім керек болды. Продуктысын білуім керек болды, өнімін білуім керек болды, маркетингін білуім керек болды, адамдармен арақатынасты ұстауым керек болды. Сосын жаңа екіншіне, мен мысалы әкем, шешем де маған айтты, сен деген өже кіршен кетіп қалма, мына жұмысын қаяқта, военный тастап. Сонда мен салыстыра білдім да, болашақты, өйткені білім арқылы оның, что болашақта сетевой бизнес, осындай адамға денсаулықтың керегін мен оқып арқылы білдім ғой. Дұрыс па? Қазір баланы сіз школға апарасыз, мысалға, оны А, Б, әрмен қарай үйрету үшін апарасыз ғой. Сондықтан ең бірінші сіз өзіңізге не керек екенін білсеңіз, екінші сізге не мешает ететінін білсеңіз, болды. Басқа еш нәрсенің бір асып баратқан секреттің ондай еш нәрсе жоқ. Білесіз ғой, мысалға, сосын көп адамдар не істейді? Өзіне керек емес әңгімені көп айтады. Сондықтан мына психологически адам өзіне керек әңгімені, негатив әңгімені айтсаң да, жаман әңгіме айтсаң да, сізге ол қайтып келеді. Мына жер дөңгелек дейді ғой, барады да айналып өзіңе қайтып келеді. Мен жаңа Роберт Кийосаки кімді бастадым? Энтони Роббинсті бастадым ғой. Энтони Роббинстің сабағында біз бардық, енді қысқаша айтып кетейін ол жерде. Сонда міне 1,5 метрде 3 метр ма 4 метр мынандай жерге көмір, қып-қызыл көмірді қояды. Соның үстінен жүргізеді. Соны мысалға жүргізу үшін бізді таңертең сағат 11-ден кешкі сағат 6-ға шейін дайындады. Сонда дайындады. Неге? Содан өту үшін. Бірақ ол кісі айтты, көп адамдар өте алмай қалады. Неге? Өйткені басында қорқыныш тұрады. Белгісіздік тұрады. Сонда бізді таңертең сағат 11-ден кешкі сағат 5-ге шейін оқығанда не істеді? Біздің миымызда қорқынышты, керек емес нәрсенің бәрін алып тастады. Ал қазір мен мысалға сол оттан өт десе, шоқтан да, қып-қызыл шоқтан көмірді жайып қойса, қазір мен өтпеймін да, бірақ аяғым күйіп қалады, қорқатын сияқты. Бірақ мен өзімдегі миымдағы кедергілердің бәрін істедім. Сол сабақты алып тастадым. Сонда адамның миында кедергілерді алып тастауға болады екен. Көрдіңіздер ма? Или қайтадан салып алуға болады. Енді мен қысқаша қазір мына неден көрсетейін. Мынау неден мына мысалға қарайық. Сіз мынау сіздің миыңыз дейік. Үлкен мынау адамның миы дейік. Былайрақ тұрады екен. Адамның миы дейді дегенде,
болды. Міне болды. Адамның миы, мысалға міне сіз айттыңыз. Бар ма? Сіз айттыңыз мысалға, ой мен қолымнан келмейді дедіңіз, или ақша жоқ дедіңіз. Бар ма? Мысалға айтам, ақша жоқ дедіңіз, миыңызда кішкентай сызық пайда болды да міне. Енді қарайық. Енді мына көрінбей тұрғанша. Енді алайық мысалға мына жерден көрінер еді. Мына немен ақсызыншы. Міне қағазға. Мысалға міне қалайық. Сіз айттыңыз міне бір рет. Менде ақша жоқ дедіңіз. Ол да көрінбей ме? Мына жерге сен. Бүйтіп қойайын. Маркер тауып қою керек екен. Мен жығат шығар. Маркер бар ма? Міне болды, сақ қоямын. Маркер бар екен. Қазір міне қыздар, жігіттер. Міне сыза беріңіз, мен түсіріп тұрамын. Мысалға міне сіз айттыңыз. Менде ақша жоқ дедіңіз. Ақша жоқ дедіңіз да кішкентай мынадай сызық пайда болды. Сіз екінші рет айттыңыз. Менде ақша жоқ деп. Ол уже қалыңдады. Менде ақша жоқ дедіңіз. Ол қалыңдады. Енді сізде не істеді? Миыңызда мынандай калия пайда болды. Сіз бір нәрсе істейін десеңіз, енді істейді, мынау шақырады. Сіз бірінші айтқан кезде ол кішкентай мынандай білінбейтін сызық еді. Білінбейтін сызық еді да, менде ақша жоқ деген. Қайта айта бердіңіз, менде ақша жоқ, мен қолымнан келмейді, мен анау бүйтеді. Жаман, сонда негатив не істейді? Мынандай қара үлкен сызық пайда болды. Сіз бір нәрсе істейін десеңіз, қайтадан мына ойыңыз мынаған кетіп қала береді. Енді бұны қалай өшіру керек? Бұны өшіру үшін бағанағы сізге не керегін қайта айта беруіңіз керек. Соны визуализация дейді ғой, жаңа Жадыр айтты ғой, фокус дейді ғой. Фокус, визуализация, фокус. Фокуста көре беру керек. Миллион ақша, сіз адамдармен, сол кезде ол да не істейді? Сізге мына керек нәрсені айтсаңыз да ол не істейді? Ол бір сызық, екі сызық, үш сызық, төрт сызық, бес сызық қалыңдай береді. Наркомандар не істейді? Неге темекіні қоя алмайды наркомандар? Өйткені онда мынандай болып кеткен міне. Мына калияда наркоманнан шыға алмайды. Ол да кезінде бастады әуелі, мен жаңа кішкентай осы наркотикті пайдалайын, или темекі шегейін деп, или арақ ішейін деп та өстіп пайдаланды. А ол мынандай кілең үлкен қарасыз болып. Неге біз $1 миллион алуды, неге миымызға мынандай қара сызық қылып жазбаймыз? Сізді осы ұйықтатпайды ғой. А біз не істейміз? Мына керек емес нәрсе, темекі, жалқаулық, арақ ішу, босқа негатив айту, біреудің өсегін тыңдау. Бізге керек емес нәрселерді, мысалға, неуспешный адамдар, табысқа жетпеген осылардың бәрін тыңдаймыз да, біздің миымызда мынадай не пайда болды? Қара үлкен краска пайда болды, мынандай сызық. Сосын енді біз осыдан шыға алмаймыз. Көрдіңіздер ма? Енді неге келейік, Жадыра? Міне сондай сабақтарда болдым, мысалға да. Сондай сабақта мен сол сабақта мен түсіне бастадым. Нені түсіндім? Менің миым барлығын істей алады екен. Бірақ осы миға маған не керек екенін айтуым керек екен күнде. Маған не керек? Маған бостандық керек. Маған жақсы өмір сүру керек. Жақсы адамдармен общение жасау керек. Правильно? Болашақта балашаға бір нәрсе тастау керек. Сөйтіп мен күнде қазір мысалға мен отты баспасам да, бірақ менің өзім миымдағы нәрсені алып тастай аламын да, сала аламын да. Сіздер де оны істей аласыздар. Ол үшін жаңағы анау Лондонға, жаңа Энтони Роббинске барудың қажеті жоқ. Міне мен сіздерге қарапайым нәрсені айтып тұрмын. Айтады ғой мысалға, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Значит, 50% сізге не? Пайда. Жақсы нәрсе дейді. Оны тек әрмен қарай дамыта берсең, сол сізге болады. Әрмен қарай әрекет жасасаңыз, сіздің не істейді? Жетпейтін, алмайтын қамалыңыз жоқ. Қарапайым нәрселер. Енді қазір енді алатын болсақ, бізде самый главный система дейді ғой, система, спонсор, оқыту жүйесі, команда дейді да. Вот командамен жұмыс жасау керек. Оңай болады. Офиста ауызбіршілік болу керек. Бір мысалға руководитель офис болады ғой. Соларды тыңдау керек, сабаққа қойса айту керек. Қалған нәрселердің бәрі механический, оған ақшаның қажеті жоқ. ОПП жатта десе, ОПП жатта, адамды шақырудың десе, адамды шақыр, жаңа мынандай оқуға бар десе, оқуға бар, продукт іш десе, продукт іш мысалға да. Енді спонсор өткені сізден 10 күн бұрын келсе де, ол сіздің кім? Тәлімгеріңіз. Вот соны сыйлау керек. Менің мысалға тәлімгерлерім бірінші мысалға
көптілеу Талғат өзім класстасыма мыңда бір рахмет айтам. Екінші Бақытқан ханымға мыңда бір рахмет айтам. Одан кейінгі Айгүл ханым, Талғат Құсайынович, Ырзабек, солардың бәрі мен жақсы болсын дейді. Бір жаман сөз айтпайды. Кей кезде мен басында түсінбейтін тұғым. Бір нәрсе айтса, как будто бір жүрегіме қабылдап, бүйтіп тұр ғой деп ше. Сөйтсем бәрін алып тастау керек екен. Өйткені миым қабылдамайды екен де, менде сопротивление бар екен миымда. Не нәрсені болса да бір басқаша қабылдаймын, или өзім білем дейтін менде сондай нәрселер көп еді. Сол өзім білемді алып таста, қажет жоқ. Өзің білетін болсаң, баяғыда миллионер болып кетер едің ғой сен, правильно? Өзің біл, өзі самостоятельный бол. Сондықтан анда-санда тәлімгерге келіп, бір консультация алып, сөйлесіп, былайша да сөйтсең болады. Әлі күнге шейін мен мысалға Талғат мырзаға, Бақытқанға, Ырзабекпен, Талғат Құсайыновпен сөйлесіп тұрамын. Общение жасаймыз, сөйлесеміз, не қыламыз, статустарымыз бірдей болса да, бірақ тәлімгер есть, ол тәлімгер. Өйткені маған жаңа мүмкіндік берді. Енді тағы бір мысал айтайын, бір баскетболист болғанда Америкада 10 дүркін чемпион. Жаңа ең баскетболдың шыңына жеткенде, сол адам кіре беріңіз аржан. Зат аяқтамас. Сол адам бір күні рекламаға түсетін болған ғой. Рекламаға түсетін болған. Сөйтіп, онда рекламада ол допты корзинаға лақтырған кезде 10-ын лақтырса, 10-ы да түседі екен. Мысалға, баскетбол ойнап жүргенде любой точкадан, площадкадан лақтырады, 10-ын тастаса, 10-ы түседі екен. Ол мынандай, оның миына не істеген, мынандай қап-қара болып жазылып қалған. Любой нәрседен автоматически орындайды. Енді оған айтады, сен 9-ын түсіріп, біреуін түсірмеуің керек корзинаға дейді. Сөйтейін десе, соны істейілмейді ғой. Оны да түсе береді. Неге? Автоматически ми үйреніп қалған. Оны лақтырды, оны түседі. Сосын жаңағы ана миллиондаған реклама келіскендер ренжиді, ол сен ол түсе береді ғой. Біреуін түсірмеуің керек қайды. Сонда ана мынаны өшіру үшін бір күн дайындалады. Ойды, психологияны қайтып келіп тағы лақтырса, тағы түседі. Корзинаға түсе береді деді. Сонда адамның миының күштілігі. Көрдіңіздер ма? Ойдың күштілігі. Не ойлау керек? Саған керек нәрсені ойласайшы. Біреулер керек емес нәрсені ойлап жүреді. Мен соны таңғалам. Даже кейбіреулердің ауруын, диагнозын, өмірін біліп беруге болады. Неге? Әңгімесіне қарап. Өйткені оған керек емес бір нәрселерді айтып отыр. Білмеймін, неге болды сондай екен? Или сол түсінбегеннен шығар. Мен де түсінбедім кезінде, бірақ қазір енді ондайды айтпаймын. Маған не керек екен, айнаға іліп қоямын. Жадыра соны көп айтады. Жадыра айнаға іліп қояды. Жадыра солай ғой, айнаға іліп қояды, күнде қарайды, сол визуализация. Соған сен, соны істе. Болған сол. Сонда баскетболист не істейді? 3-4 күн дайындалады да, сөйтіп 9-ын түсіреді, біреуін түсірмейді, сөйтіп рекламадан ақша табады. Енді сіздерге не айтайын? Қазір енді мен өзім свободный адам, Алматыда Ұзынағашта тұрамын ғой енді. Ұзынағашта үлкен 2 этаж үйім бар. Құдайға шүкір, Алматыда қазір 20 квартирам бар. Оларда арендаға бар. Ол да бәрі осы Тинчидің арқасында. Қазір енді соның бәрін осы бұяқтан мен табам, оны жинайым, көбейтем. Бұл компанияда сізге бәрін үйретеді. Бірінші ақша табуды үйреніп алыңыз. Хотя бір $10 бастаңыз. $10, $100, $1000, $2000, $5000 $10,000 бесконечный ғой. Соны тауып үйреніп алғаннан кейін ол ақшаны әрмен қарай көбейтіп, басқа инвестицияға салып, көбейте беруге болады. Оның бәрін үйретеміз. Просто сіздер что вы хотите? Сізге не керекті айтыңызшы маған бүгін келіп. Сізбен тәлімгеріңіз пландап, соны жоспарлап, енді сізге не мешает дейді. Бүгіннен бастап алып тастайық, болды ғой. Сіз білесіз өзіңізге не мешает дейді. А бірақ, что вы хотите? Сіз больше вы хотите? Ну, не хотите делать. Мешает ететін зат көп бізге. Біз соны алып тастай алмаймыз. Вот соны алып тастау керек. Кей кезде менде де мысалы жалқаулық болады да, кей болады. Жалқаулық болған кезде мен не істеймін? Кітап оқимын, армандарым жазам, сосын өзімді білем, сосын өзіме өзім киім да. Сәке қой сен жаттың ғой, бүгін жаттың, кеше жаттың. Кей кезде аламды балып кетіп қалам қармақ алып ше. Ол да бір тыныштықта. Вот өзіммен өзім ұрысам мен. Сосын әр жетінің айдың аяғында анализ жасаймын да жадыра. Мысалға міне жадыра молодец, постоянно звондайды, сәке не істеп жатсыз, Серік аға не істеп жатсыз. Құдайға шүкір айлығы жақсы, мотивационныйдың, мысалы мен командам 8 адам алса, 5-еуін осы жадырады алды. Еңбегін көріп отыр, мамасы да алып жатыр.
үлкен кісі мысалы 64-ке келді. Мысалы менің спонсорым Талғат Құсайынович 56 жасында бастаған. Қазір мен 52-демін. Мен тинчиді вообще сетевой бизнеске енді келіп жатырмын мен. Талғат Құсайынович 56-та келсе мен 52-демін да. Әлі қайда? Әлі талай жерде барамыз, талай нені аламыз. Сондықтан осы айда енді сөздің тоқетері, осы айда мотивационный программа келіп жатыр. Осы айда мен өткен айда мен әйелімді істеп 400 мың теңге ақша алдым. Енді қазір керемет екен деп жүр. Осы айдыкін тағы істейін деп жатыр. Тегін келуін ғой. Сіз ғана біреуін ғана істеп қоймаңыз. Сіз 5-6-ауын істеңіз. Ана спонсормен ақылдасып, распечатканы алып, кім 7-ге жетейін деп тұр, 6. Солар мысалға өзің туысқаныңызды жазып істемейді. Солардың арқасында істеп, 4-5-еуін алыңыз даже. Бір 400-ден 5-еуін алсаңыз, 2 миллион 300 соған бір 500 мың айлық алсаңыз, 4 айда 3 миллион теңге ақша алсаңыз қалай болады? Өте керемет болады, е? Сондықтан самый главный осы компанияның не? Өнімі мықты, система мықты. Қазір енді система коронавирус дейді, жине алмай жатырмыз. Офиста анау-мынау, зато онлайн сабақ болып жатыр. Ертең конференция болады онлайн. Соған қатысыңыз. Біздің жұмысымыз сол. Қай жерде не болады соған? Сонда миымызды, қалай десем, адамның миы бұрынғыша, қалай десем, мысалға менің де миым, мысалға военныйдың миы, оны мен ауыстырдым. Өзіме, мысалға таңертең тұрамда мен солдаттарды ойлайтындығымын. Таңертең тұрып алып, 3 километр жүгіруді ойлайтындығым. Таңертең тұрып алып, жаңағы сабақ беруді, солдаттарды оқытуды, үйрену, солар бір нәрсе бүлдіріп кетпесе, солардың обеді қалай, соның партияңгысы қалай, труси мәйкісі қалай, баняға қалай барып келді, детсад сияқты ғой солдат. Соның бәрін ойлайтындығым. Соның бәрі мен миыма сіңіп кеткен екен, мынандай қап-қара болып. Мына көрдіңіз бе, мынандай қап-қара болып. Маған өзіме, болашағыма, балдарымның керек нәрсесін мынандай қара қылып жазып қойсам ғой, ол кезде мен енді теңшеде емеспін ғой. Приказы айтты, орындауым керек. Ал қазір мен өзім приказ айтам, может мен $1 миллион табу керек, соны миыма салам. Зачем маған керек емес нәрсесі? Сондықтан мен сіздерге сенемін. Самый главный осы мықты компаниядасыздар. Оқыту жүйесі, тәлімгерлеріміз жоғарыда мықты. Енді 40 жыл жұмыс істемей, көп болса бір 4 жыл, 5 жыл усилий жұмыс істеу керек. Содан кейін жақсы ақша тауып, бостандыққа шығу керек. Бостандық деген өте күшті ғой. Енді мен осы эфирімді аяқтаймын. Тағы да кездесеміз әлі бұл эфирде. Жадыра айтады маған, қай уақытта шық десе мен дайынмын. Продукт айт десеңіздер, продукт айтамын. Тағы да бөліс десеңіздер бөлісемін. Бай болыңыздар. Сіздерге бостандық. Бірінші адамға, мына бостандық болса адам ауырмайды да, стресс алмайды. Серьезно айтайын. Бірақ енді сол үшін шамалы бір еңбек ету керек қой, еңбек ету керек. Мен айтып отырған жоқпын, еңбек ету керек. Самый осы еңбек етуге бірінші моральный, психологически дайын болу керек. Тағы да айтамын, адамдардың отказы, анау-мынау, олар сізден отказ жасап жатқан жоқ. Сіз оған айтып жатсыз, сенің де арманың бар. Міне, осыны оятуға болады, осыған жетуге болады деп айтып жатсыз. Ол сізден емес, ол өзінің арманынан. Келесі. Сондықтан бұл қандай бизнес? Бұл ақпаратты бизнес. Ақпарат айта бер жан-жағыларың, ұялма. Сен жаман нәрсе айтып жатқан жоқсың. Жаңа айттым ғой, жаман нәрседен де адамдар айтады. Сондықтан тыңдағандарыңызға рахмет. Әлі кездесеміз. Мен сіздерді жақсы көремін. Мотивационный программаны осы айда істейік. Бір шетелге шығып, одан да өсе берейік. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар. Ауырмаңыздар. Рахмет. Рахмет, Серік.